Кайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді, әдемі чак-чак дайындайтын боламыз. Ол үшін мен 4 жұмыртқа алдым. Тек жұмыртқаның өзіне ұн салып қамыр илейтін боламыз. Артық ешқандай зат қоспаймыз. Менің өте оңай, жеңіл рецепттерімді көру үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазып кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей осындай әдемі қамырымызды илеп шықтық. Енді осыны кішкене демалдырып қоямыз қамырымызды. Арасында бір қайтарып алсаңыздар да болады. Және қамырымызды жаятын боламыз. Қатты жұқа етіп жаюдың керегі жоқ. Кішкене орташа қалыңдықта қамырымызды жайып аламыз. Қамырымызды кесер алдын осындай кішкене ұнымызды сеуіп жібереміз. Бір-біріне қамыр қатты жабысып қалмас үшін. Мінекей орташа қалыңдықта жайып шықтық қамырымызды. Енді етке қамыр кескендей оқтауымызға орап алып кесеміз де, және сол қамырды екіге бөліп алып ораймыз. Мінекей қамырларымызды осылай кесіп шықтық. Енді қызып тұрған майға орташа отта осылай пісіріп алатын боламыз. Қатты да қызартудың керегі жоқ. Осындай сарғыш күйге енсе болғаны. Мінекей дайын болды. Қамырларымыздың барлығын пісіріп алдық. Енді менде осындай таза мед бар. Осындай құр медтің өзін дайын болған осы чак-чагымыздың үстіне салып араластырып шығамыз. Кішкене бөлінеді араластырған кезде. Жаңа қамырымыз. Қолдарыңызды кішкене сулап алсаңыздар да болады. Сәл қолдарыңызды сулап алып, медті барлық жеріне тигізіп араластырып аламыз. Сәл аз болса тағы қосасыздар. Жақсылап араластырып алғаннан кейін мен кішкене мейіз қосып жібердім арасына. Мейіз қоспасаңыздар да болады. Құр шайға тез-тез дайындай салғанға. Өте дәмді және де ұзақ уақытқа дейін тұра береді бұл чак-чактарыңыз. Әдемі тарелкамызға осылай салып шығамыз. Және де бетіне қалған мейізімізбен
сәндейміз. Бетіне әдемілеп осылай мейісті қойып шығамыз. Сонда түрі әдемі болады. Шаймен ішкенге дәмі өте дәмді, ерекше, әдемі. Жасап көріңіздер барлықтарыңыз. Ас болсын.